Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіру тақырыбын өтетін боламыз. Жалпы алгебралық бөлшектерді тепе-тең түрлендіру бұл бізде осы уақытқа дейінгі өткен қосу, азайту, көбейту, бөлу, дәрежеге шығару тақырыптарының барлығы дерлік бір есептің ішінде кездессе, немесе сол қасиеттерді қолдана отырып біз есептерді шығаруымыз қажет. Жалпы амалдардың орындалу реті, тәртібі ол біздің осы уақытқа дейінгі алған білімімізге сүйене отырып біз есептеулерді ары қарай жалғастырамыз. Жалпы бізге алгебралық өрнектер тепе-тең түрлендіруде қажет болатын қысқаша көбейту формулалар, өрнектерді тепе-тең түрлендіру үшін, ықшамдау үшін бұл 7 формуланы бір қайталап алғандарың артықтық етпейді. Енді қазір біз осыған дейінгі білімімізді пайдалана отырып амалдарды орындаймыз. Бұл жерде амал орындалған кезде ең бірінші кезекте амалдың орындалу тәртібі. Жақшаның ішін біз бірінші орындайтын едік, екінші жақшаның ішін орындаймыз, үшінші бөлуді орындаймыз. Міне осылай амалдарды орындау тәртібімен есептеуді жүргізейік. Бірінші жақшаның ішінде y квадрат 2a азайту 2 бөлу a. Алгебралық бөлшектерді азайтуды орындауымыз керек. Жай бөлшектерді азайтқан сияқты ең кіші орта еселік береміз дедік. Яғни a мен y квадраттың көбейтіндісі болады. Ең кіші ортаға еселік береміз. Толықтауыш көбейткіш берсек, a y квадратты y квадратқа бөлсек a-дан, a y квадратты a-ға бөлсек y квадрат болады. Сонда алымыз мына түрге келеді. 2a квадрат минус 2y квадрат. Екінші амал, екінші жақшаны орындаймыз. 1 бөлінген y қосу 1 бөлінген a. Бөлімі ay болады, екеуінің көбейтіндісі. Алымы ay-ді y-ге бөлсек a, ay-ді a-ға бөлсек y. Сонда a плюс y болады. Үшінші амал, енді осы екі жақшаны бір-біріне бөлеміз. Яғни, үшті мен яғынан бастайын, симай қалады. Так, 2a квадрат минус 2y квадрат ay квадрат бөлу a плюс y бөлінген ay. Бірінші бөлшектен біз ортақ көбейткішті жақшаның сыртынан шығарып алайық. Екінші жақшаның сыртынан шығарып жіберсек, ішінде a квадрат минус y квадрат қалады. Бұл қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. Яғни a минус y, a плюс y. Бөлшектің бөлімі a y квадрат. Енді көбейту екінші бөлшекке кері бөлшек жазамыз, a y, a плюс y. Енді қараңыздар, осы жерде a плюс y пен a плюс y қысқарады. a мен a қысқарады. Мына жерде y квадрат, яғни y-ден екеу, мына жерде біреу қысқарады. Бір y қалады. Тең 2 a минус y бөлшектің бөлімінде y қалды. Міне. Бірінші есебіміздің жауабы осылай болады екен. Енді бесіншісін шығарып көрейік. Бесіншісінде де бірінші жақшаның ішін орындаймыз. X бөлу x плюс 1-ге ең кіші ортаға еселік берсек, x плюс 1-ден болады. Демек, алымы не болады бізде? Бөлімі x плюс 1-дің өзі болады. Алымы 2x плюс 1 болады екен.
Осыны көбейтеміз. Екінші көбейткіш 2х минус 1 алымы 1 плюс х. Енді қосылғыштардың орны ауысқанмен қосындының мәні өзгермейді, яғни 1 плюс х пен х плюс 1-ді қысқартып жібереміз. Сонда алымы 2х плюс 1 бөлімі 2х минус 1. Мұны осылай шығады. Енді қараңыздар. Біз алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіргенде осы уақытқа дейінгі амалдарды орындау тәртібін орындай береміз. Яғни бірінші жақшаншы орындалады, одан кейін егер жақша бар болса, сосын көбейту бөлу амалдарымыздың қайсысы бұрын келеді, соны орындай береміз. Сосын ары қарай қосу, азайту амалдары орындалады. Және алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендірген кезде міндетті түрде бізге қысқаша көбейту формулалары қажет болады. Ол біздің есептеріміздің дұрыс әрі дәл шығуына көптеген септігін тигізеді. Сіздерге бүгін айтайын дегенім осы еді. Сұрақтарыңыз болса, төменде комментарийге күтетін боламын. Лайк басып, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Жақсы, сау болыңыздар.